Қайырлы күн, мереке құтты болсын. Сіздер қазір Қарағанды облысының археологиялық коллекциялары ұсынылған көрмеде тұрсыздар. Әрі қарай Нарша есімді қыз қола және темір дәуіріне, сонымен қатар алтын орда мен орта ғасырға тиесілі қару-жарақтармен таныстырады. Алдымызда қола дәуіріне тиесілі мыс ыдысы, сол заманғы ұстара, ілмек, ат әбзелі сулық, қашау, ауыздық, найза ұштары және патша сақинасы. Келесі кезекте Қазақстан бойынша табылған 4-ші алтын адам. Алтын адам үстіндегі киіміне, мойындағы алқасына, қару-жарақ ат әбзелдеріне қарап, осыдан 2,5 мың жыл бұрын өмір сүрген сақтардың қолбасшысы деген болжам жасалды. Әрі қарай изоморфты пішіндер және темір дәуіріне тиесілі айна, сонымен қатар Талды тарихи археологиялық паркіне тиесілі мыс қазан және сақтардың қанжары, яғни акинак. Болған ана бұл ел аузындағы аңыз әңгімелерге сүйенсек Жошы ханның қызы немесе Жошы ханның келіні. Кейбір деректерде орталық Қазақстанның атақты билеушісі болған дегенде деректері бар. Гиперреалистік